естімеген елде көп. Филиппинде мүйізді бала туды. Оның бас сүйегінің дұрыс жетілмеуі себебінен төбесінде үлкен жарақат пайда болған. Ата-анасы баласының жарақатпен туатынын білмеген. Әйел баласын босанбай тұрып тексеруден өткен. Алайда дәрігерлер сәбидің денсаулығында ақау барын білмепті. Қазір 7 апталық балаға ота жасалмақ. Дәрігерлер баланың денсаулығы отадан соң жақсаратынына сенімді. Энцефалоцеле дерті бас сүйегінің жарығы. Әрбір 5-ші жаңа туған сәбиде кездеседі екен. Сүйек арасында пайда болып, әртүрлі себептерге байланысты өсе бастайды.